Көркем фильм кинокомпаниясы ұсынады. Бізде осындай қызықтар болып жатыр. Әлі сене алмай отырмыз. Сөйтуге бола ма екен? Мәссаған, сыртымыздан жауып жатыр. Жүр, тоқта, ұстап алса бітті дей бер. Макс пен Дастан тест жауаптарын ұрлап алды. Ана жақта Дана шу көтеріп жатқан шығар. Күтіп отырады дейсің бе? Баяғыда ұйқыға кеткен шығар. Универдің алдында Дастанды күттім. 10 минут күте тұр деді, өзі жоғалып кетті. Конспектісі үшін қызбен кездесу бір жағынан ақылды шығар. Не? Соңғы беті қайда? Біз айтып едік? Иә, ал Асқар, ол біздің куратор. Мынау не? Тест жауабын ұрлап, көшірмесін жасаған кім? Сол күні кешкісін сендер не істедіңдер деп сұрасашы. Мен Макс үшеуміз қалада қыдырдық дейсің. Кеше дәмханада соңғы қалған сендер болады дейсіңдер. Аттарыңды тап түстеріңді түстейін. Мен өтірік айта алмаймын. Дана, Дастан және Мақсат. Бұл мен. Не? Сосын не болды деш? Вау! Biz jastlar, can dostlar, armağanlar, solmazlar. Hey, hey, vacenin yetken. Hey, hey, şu vakit döken. Hey, vacenin yetken. Hey, hey, ben gökten. Достар. 6-шы бөлім. Сендердің кураторларың Асқар, маған біздің мекеменің ғимаратында болған келеңсіз жайт туралы үтір нүктесіне дейін қалдырмай айтып берді. Бұл дегеніміз нағыз ұят нәрсе ғой. Университетіміздің кодексінде кез келген алаяқтық қатаң жазаланады, және ол оқудан шығарылады деп жазылған. Және де біз біреудің еңбегін пайдаланғанды да оқудан шығарамыз. Ал мынау нағыз ұрлық. Кінәлі өз кінәсін мойындап, орнынан тұрсын. Сонымен, сұрақ туралы да түсінікті ғой деймін. Кім тест жауабын ұрлап, көшірмесін жасаған? Егер кінә мойындалмаса, онда біз барлығыңды да жазалауға мәжбүр боламыз. Бірақ соңғы өтінішім болсын. Біреудің қылмысы үшін босқа өртеніп кетіп жүрмеңдер. Мысалы, мен ештеңе алған жоқпын. Неге басқалар үшін мен жауап беруім керек? Солай делік. Ал сонда кім? Менің де еш қатысым жоқ. Төртеу қалды ғой. Тұра тұрыңыз, олай болса, менің де еш қатысым жоқ. Менде? Менің де еш қатысым жоқ оған. Дана, неге үндемей отырсың? Студент Өтеғалиева, сіз бірдеңе айтпайсыз ба? Дана? Мүмкін емес. Дана, егер сіз үндемейтін болсаңыз... Бұл мен. Не? Тесті ұрлаған мен. Түсінікті. Студент Өтеғалиева, сіз оқудан шығасыз, ал қалғандарыңыз боссыздар. Ғалымжан Ильясұлы, 1 минут көңіл бөле аласыз ба? Жақсы. Оңаша сөйлесейін дегем. Жақсы. Сендер мені сыртта күте тұрыңдар, біздің әңгімеміз әлі аяқталған жоқ. Асқар, құлағым сенде? Ғалымжан Ильясұлы, бұл қыз ұрлаған жоқ. Біріншіден, ол ондай қыз емес. Екіншіден, оған оның қажеті жоқ. Өйткені ол тест сұрақтарын көзін жұмып 15 минуттың ішінде жауап береді. Тоқта, бұл әлгі емтихан кезінде ең жоғары бал алған студент Өтеғалиев емес пе? Иә, соның өзі. Сонда қалай? Ол неге барғынан өз мойнына алады? Бұл жағдай түсініксіз ғой. Өзіне қиын болатын біледі ғой. Мүмкін білмейтін де шығар ағай. Басқа да себептер бар шығар. Менің ойымша,
Ол студенттердің біреуіне, яғни ұрлаған адамға ғашық болып жүр, ағай. Санда бар десейші. Енді жастық қойған қалдық. Ғалымжан Ильясұлы, сіз маған рұқсат берсеңіз, мен бір кішігірім тергеу жүргізейін деп едім. Асқаржан, біз бұл Өтеғалиеваны әлгі студенттер президенті кеңесіне ұсынуға ақыл бермек болып жүредік. Бірақ енді бұл сенің өзіңнің тікелей кінәң енді. Себебі куратор ретінде әрбір студентіңді жақсы білуге тиіссің. Солай ғой? Жарайды. Мен бір 7 уақыт берейін. Егер осы уақыт арасында кінәлі анықталмаса, онда мен Өтеғалиеваны оқудан шығарам. Иә. Мұндай жағдайды жазасыз қалдыруға болмайды. Мен кінәліні анықтаймын. Мойындат. Нұреке, сөмкемді алып бересің бе? Дананың қасында тұрғаны бір түрлі екен. Камиля? Не Камиля? Үндемегеннен үйдей бәле шығат деген. Тест ұрлайды деп кім ойлаған? Ол ештеңе ұрлаған жоқ. Өзі мойындады ғой. Ақмақтық жасады. Ақымақ екені де рас. Болды, қойшы енді. Сен қорғамай-ақ қой. Махаббатың күйіп бара ма? Тесті сен ұрлады дегенге сенбеймін. Не қыласың оны? Соны айтам, неге ұрладың? Не қып үндемей отырсың? Айтсаңшы, ол мен емес деп. Иә, неден бастарымды білмей тұрмын. Бұлай болады деп кім ойлаған? Тесттің көшірмесінің қаншасы таралып кетті екен, ә? Дана, сенен сұрап тұр ғой. Дананы кінәламай тұра тұрыңдар. Оның кінәсі әлі анықталған жоқ. Ауызша мойындай салғанымен, ол алды деген сөз емес. Сондықтан сұрағым оған арналған жоқ. Енді кімге? Бұл риторикалық сұрақ. Саған. Жарайды, тарау-тараумау оның қазір ешқандай маңызы жоқ. Өйткені сендер тестті бұл сұрақтармен тапсырмайсыңдар. Біз жаңа ректормен келісіп қойдық. Yes. Тыныш отырш. Қуануға әлі ерте мақсат. Өйткені сендер емтиханды ескі әдіспен тапсырасыңдар. Жазбаша. Алдымен менің сабағымнан, жалпы менеджменттен. Сондықтан жақсылап тұрып дайындала беріңдер. Рахмет саған, группалас. Сонымен, шындықты ешқайсыңның мойындағың келмейді ме? Жарайды. Дегенмен сендерден үлкен ерлік күтіп едім. Шынымды айтсам, мен де. Тұр, Дана. Тоқташ. Дана, сабаңа түс. Менімен сөйлесші. Не туралы сөйлесуіміз керек? Мен саған айттым. Тест алған менмін. Неменеге жабысып қалдың маған? Сен неге олай дедің? Олай емес қой. Тіпті Асқардың өзі сенген жоқ. Алина, өтінем, тыныштық берші маған. Тыныштық бермеймін. Үміттенбей қой. Біз бір-бірімізді бірінші рет көріп тұрған жоқпыз. Мен саған қаншама сырымды айттым. Сен де менімен ашық сөйлестің. Сен неге ректорға мен ұрладым деп айттың? Алина, солай істеуім керек болды. Кімге керек? Саған ба? Сен емес пе едің мақсат қарысқан. Дәптерден көшірген үшін. Ал мына тест ұрлау нағыз қылмыс. Алина, мен саған бір күні бәрін түсіндіріп берем. Ал қазір мен оңаша қалдыршы өтінем. Дана, бұл дастан ғой. Дастан ұрлап алды, мойының алыш деп өтінді ғой, е? Ақмақ болмаш, айтшы маған. Алина, тест ұрлаған мен.
Солай ғой. Маған сенбейсің ғой. Бетің бүлк етпей, маған өтірік айтып тұрсың. Мен сені досым деп жүрсем. Алина, Не болды? Не болсын? Жүр кеттік. Қайда? Асқарға барып мойындаймыз. Сенің есің дұрыс па? Сен өзің айтқан жоқ бедің. Екеуміздің біреуімізді біліп қойса, өз мойнымызға аламыз деп. Сөзіңде тұрмайсың енді. Бұлай болатын білген жоқпын. Біз үшін Дананы оқудан шығартқым келмейді. Мен ондай адам емеспін. Ондай адам болмасаң, Иодаға айтпайсың ба соны? Қорқып кеттім. Бірақ өз ісіме өзім жауап беруім керек. Жүр, барып мойындайық. Қойшы, мен мойындамаймын. Өзің бастадың, өзің мойында. Тілекке карта ойнатып. Өзің ғой келіскен. Ойлану керек еді. Дана саған өлерде ғашық. Отқа май құйған екеуміз. Сондықтан оны оқудан шығартып қарап тұра алмаймын. Жүр кеттік, мойындайық. Қорықпа, көп болса айғайлап қоя салады. Макс, ол сенің әке шешең айғайлап қоя салады. Менің әкем өлтіреді. Дастан, сенің қорқақ екеніңді білем. Бірақ осыншама қорқады деп ойламаппын. Кетшей сен. Батырсың ба? Жауап берсін деп одан біреу сұрады ма? Өзі кінәлі. Оңбаған екенсің. Байқап сөйле. Не істейсің? Көресің. Қане? Белла, тыңдап тұрмыз. Шаруам бар. Тест туралы не білесіңдер? Тағы бір тергеуш. Қойшы енді, детектив болмай өзінше. Тергеп тұрғаным жоқ. Дана тест алған жоқ. Екеуің біліп отырсыңдар. Ол түзу жолдан таймайды. Ақмақтау, әраңғау, бірақ ұры емес. Сонымен не айтпақшысың? Саған ол ұнайды ғой. Сен емес пе оны дәмханаға, киноға шақырған? Әлде маған солай көрінді ме? Білмейм. Макс, бәлкім сен де солай ойлайтын шығарсың. Дастан, Әй, не керек саған? қысқасы шыныңды айт. Сен бе тест ұрлаған? Ой, бізде не болып жатқан білсең ғой, телефонмен айтып тауыса алмайым. Біреу тестті ұрлап алыпты. Ал енді универ басшылары бүкіл топты оқудан шығарамыз деп қорқытып жатыр. Иә, солай. Сәлем. Сәбила, өзім хабарласам. Мынау не? Бұл саған. Сен не, мынаны Гүлзардан тердің бе? Гүлзардан емес, бірақ бұл нағыз дала гүлі. Искеп көрші. Рахмет, шөп шаламды ұната бермейм. Сонымен, оны маған неге сыйладың? Жай, көңіліңді аулайын дегем. Жарайды, болды ма? Камила, сенің қиялындағы жігіт қандай? Не? Сұрағың бір түрлі екен. Енді жай әншейін. Саған қандай жігіттер ұнайтынын білейін дегем. Одан саған не пайда? Маған бойы ұзын, әдемі, әлеуметтік дәрежесі жоғары жігіттер ұнайды. Сосын бір қызықты өнері болса керемет болар еді. Тікұшақ құрастыру қызықты өнерге жата ма? Жоқ, құрастырғыш бұл басқа топқа жатады. Жарайды, гүліңді қайтарып берейін, бәлкім басқаға сыйларсың. Жоқ, бұл саған. Ендеше рахмет. Сау бол.
Құрсын. Қанша айтқаным мен ұятым бар. Мен бәрін мойындаймын. Сен? Иә, тыңдап тұрмын. Менің де қайырымды достым Дастанның да мені ондай пасы ғой кірмепті. Бірақ сен өтінген болсаң, мен тест ұрлап қана қоймай, үстіме бал жағып, құмырсқаның илеуіне барып, түсіп кетуші едім. Жынды қылып тұрсың ба? Жарайды, сайқы мазақтар. Мен бәрібір білмей қоймайым. Сізбен сөйлесуге бола ма? 2-ақ минут. Иә, отырыңыз. Рахмет. Мен Дана Өтеғалиева жайында айтпақпын. Бұл ол емес. Не ол емес? Не айтып тұрғанымды біліп тұрсыз ғой. Тест алған ол емес. Бір бөлмеде тұрғандықтан, оның сырын жақсы білем. Ол тіпті біреудің затына рұқсатсыз жолап көрген емес. Ол болмаса кім онда? Әзірге білмеймін. Бірақ балалардың біреуі. Сол күні кешке Камиля екеуміз бірге болдық. Ал Нұрланға тесттің қажеті жоқ. Ол да Дана секілді емтиханды ұйықтап отырып тапсыра салады. Сонда мақсатпен Дастан қалып отыр ғой. Онда Дана неге кінәсін мойнына алады? Ақмақтық жасап отыр. Неге екенін білмеймін, бірақ бәрібір біліп алам. Данады оқудан шығармаңызшы, өтінем. Мұны кім істегенін анықтауға уәде берем. Солай да. Сонда екеумізге барлығын анықтау үшін 5-ақ күн қалған ба? Ары қарай кеш болады ғой. Маған сеніңіз. Сенгім келеді. Жарайды, сәттілік тілеймін. Асқар. Кешіріңіз, сау болыңыз. Жарайды, әке, түсіндім. Ең бастысы оқу. Мамама сәлем айтыңыз. Жігіттер басында айналдырып жүр ме? Әрине, өйткені талғай білетін көңілі таза жігіттер бар екен. Қуаныштымын. Сен де гүл сатып алмадың ба? Ана ақымақ ауылбайыңа сыйлар едің. Сонда ол сендердің тест ұрлағандарыңды жасырып жауып отырғанын Асқарға айтпайтын шығар. Сендерің кім? Сен мен Макс, жасырып тұрған қара өздерінің. Ана оралды қыз махаббат пен үрейден ақылынан алжасып кетті. Әйтпесе осында ерлікке қайдан барсын? Оған ешкім араша түсуін сұраған жоқ. Енді ше, махаббат қой сендерде. Тоқта, Камиля. Ешқандай махаббат жоқ. Біз Макспен покер ойнағанымыз есіңде ме? Ол кезде бәстескен болатынбыз. Мен жеңіліп қалдым да Дананы өзіме қаратуым керек болды. Өзім де солай деп ойлап ем. Әрине, қайдағы бір қызбен жүретіндей сен жынды емессің ғой. Бірақ ол жағынан жақсы болды. Енді әйтеуір кінәні мойнына алатын біреу бар. Енді сен менің бетімен басасың ба? Көреміз, бәрі өзіңе байланысты. Сонда қалай болуым керек? Өте үлгілі болуың керек. Сәлем. Сен басқаша ойлап қалма. Дастан саған мұна гүл ұнар мекен деп ақылдасып тұр. Мен сен сияқты қарапайым қызға дәл осындай гүл лайық дедім. Өзімдік аллергияң жоқ шығар? Жоқ. Ал гүліңді. Мен кеттім. Қос ғашық. Көңіліңді аулайын дегенім ғой. Еңсең түсіп жүр ғой.
Жай әшейін, Алина екеуміз ұрсып қалдық. Сен оған ештеме айтқан жоқсың ба? Жоқ, Бәрекелді. Кешке жақын бір жерге шығып келсек қайтеді, а? Мысалы, киноға дегендей кешкі сағат 8-де не істейсің? 8-де әке шешем хабарласады. Тіпті не айтарымды да білмеймін. Бір аптадан соң күтіп алыңдар дейін бе? Саспасаңшы, бір апта бар екен ғой. Мен өзім бірдемесін қылармын. Мені оқудан шығармай деп уәде бересің бе? Әрине уәде берем. Жарайды, мен кеттім. Кешкі 8-де киноны ұмытпа. Ұмытпайым. Сәлем. Камиля келген жоқ па әлі? Ол жаңа ғана шығып кетті. Не айтайын? Жоқ, ештеңе. Мен жай әншейін. Сен не, дайындалып жатырсың ба? Енді шығарып жіберсе де семинарға дейін бір нәрсемен айналысуым керек қой. Шығармайтын шығар, мистер Йода айтты ғой. Мынаны қара. Мынаны Камиля ма осы жерге қойған? Жоқ, өзім қойдым. Не болды? Нұреке, саған не болған? Тұра берсін мұнда. Біреудің затын неге аласың? Одан да оны саған дастан сыйласын. Оны дастан сыйлады. Кімге? Маған? Қалай саған? Бұл менің гүлім. Мен оны Камиляға сыйладым. Тесті де солай байқамай алғансың ғой, а? Әлде оны да саған дастан сыйлады ма? О, 5-0. кім екен футбол 5-0. патшасы? Бүгін жағдайым болмай жатыр. Әкеш, сазайын тартқызайын. Мұнаның түрін қара. Бәріңе сәлем. 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 Балалар, мен тест сұрлаған адамды қалай анықтауды білем. Басталды. Сонымен, қалай? Алдымен айнала отыруымыз керек. Сосын, тергеуінің жаңа түрі қандай? Міне бұлай. Қане, бір-біріміздің қолымыздан аламыз. Не үшін? Йоктардың әдісі. Көзімізді жұмамыз, сосын кімнің ішінде сайтан жатқанын сезетін боламыз. Ал, кәне, көрсетші үнді детекторын. Әркімнің өз кәлләсі бар дейді ғой. Менеджменттен қиналып жүрмін дебен. Есіңде ме? Сосын тағы емтиханға дейін тест сұрағын көрсем дебен. Я, солай дегем. Не бопты? Ештеңе? Қорқатын ештеңең жоқ қой. Әрине. Әкел қолыңды. Эй, футболшылар, сендерге арнайы шақыру керек пе? Жындының ойынын ойнап, ерігіп жүр ғой дейсің бе? Міне, көрдіңдер ме? Алғашқы күдіктілер табылды. Оның үстіне екеуің қайда болғандарыңды дәлелдей алмайсыңдар. Айғақ дәлел жетеді. Бақсы балгерлерді өзіңді жақсы көрем. Кеттік. Қане, сендердің арқаларында бойма күш-қуат жинап алайын. Қуатыңмен бөлісесің бе? Не істеу керек? Ештеңе, жай ғана көзімізді жұмамыз. Сосын тесті мен емес, оң жағындағы көрші ұрлады деңдер. Макс, не ойласаң да өзің біл. Тегішіңнен. Жарайды, кеттік. Көзімізді жұмамыз. О, мәртебелі сессия әруағы, бізді құтқара көр. Жапшы аузыңды. Біздің сумиымызға. Жап деймін. Сен өз дұғаңды оқы, мен өзімдікін оқимын.
Сайқымазақ. Көңілдерін көтеріңкі ғой, тіпті. Аударма редакторы Әсел Көкенова. Мәтінін оқығандар Гүлнар Рыспай, Толқын Айтмұғамбетқызы, Айым Жетпісова, Дәурен Серғазин, Ербол Тілеукенов, Жандәулет Батаев, Азамат Ескулов, Бекен Сәбенұлы. Дыбыс режиссерлары Арман Ертұрғанов, Асылхан Манапов, Еркін Рахимов. Дубляждың режиссері Рита Әбішева. Техникалық редакторы Санат Серғазы. Продюсері Самал Жайнақова. Шығармашылық топ жетекшісі Гүлнар Рахимова. Қазақстан ұлттық телеарнасы 2013 жыл.